Сәлем оқырман, контекст марафонының кезекті 13-ші бөліміне қош келдің. Бүгінгі контекст тақырыбымен танысайық және ол тақырыптағы есептерді шығарып, өз қоржынымызға кезекті 5 балымызды иелеп алайық. Егер де видео пайдалы болса және ұнаса, онда менің осы және басқа да әлеуметтік желілеріме тіркелуді ұмытпа, және де бұл видеоларды достарыңа тоже жіберіп қой. Ол да көріп, пайдалы ақпаратпен бір сусынданып, нәрленіп алсын, жақсы ма? Ендеше біз тақырыпты бастаймыз, кеттік, экранға назарды салайық. Сонымен, бұл жерде Айару мен Айнұр деген тақырыптың аты берілген екен. 8 оқушыдан құралған топтың ішінде Айару және Айнұр есімді оқушылар бар. Бірінші есеп. Айару мен Айнұр қатар тұратындай 10 оқушыны бір қатарға неше тәсілмен орналастыруға болады дейді. Сонда 10 оқушыны бір қатарға былай қоямыз. Былай 10 оқушы тұрады. Былай 10 оқушы тұрады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 болды ма? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот осы 10 оқушының ішінде Айару мен Айнұр қалай тұру керек? Қатар тұру керек. Өте маңызды сөз. Қатар бірге тұру қажет. Яғни олар қалай тұра алады? Олар бірінші және екінші тұра алады. Олар екінші және үшінші тұра алады. Олар үшінші және төртінші тұра алады. Олар төртінші және бесінші тұра алады. Бесінші және алтыншы болып тұра алады. Алтыншы және жетінші болып тұра алады. Жетінші және сегізінші, 8 бен 9, 9 бен 10. Қанша комбинация болды? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 комбинация. Но, мысалға, мына жерде Айару тұрса, Айару, бірінші болып, сол жағында всегда Айару тұр, оң жағында всегда Айнұр тұр делік, Но олай болса бұл барлық комбинациялар саны болмайды ғой. Себебі бірінші Айару тұра бермейді. Кейде бірінші Айнұр тұрып қалуы мүмкін. То есть біз дәл қазір бірінші Айаруды қойып тұрмыз, Айаруды. Екінші болып Айнұрды қойып жатырмыз, Ал енді наоборот жасайық. Наоборот. То есть 2 мен 1, міне. 3 пен 2, дұрыс па? 3 пен 2. 4 пен 3. Солай кете береді. Солай. Мына жерде 10 мен 9. Яғни олар орындарымен ауысты. То есть қазір мынау бірінші болып Айнұр тұр қазір. Бірінші болып мына жерде Айнұр орналасқан. Ал екінші болып Айару болған, Вот егер біз осылай қарастыратын болсақ, онда барлық жағдайлардың санын табамыз. Өйткені олар, міне, Айару, Айнұр, или же Айнұр, Айару деген секілді болады. Сонда барлығы мына жерде 9 және тағы 9, 18 комбинация болып тұр. Демек, біз дәл қазір Айару мен Айнұрды бірге болатын комбинациялар санын таптық. Бірақ олар екеу ғана емес қой, дұрыс па? Олар 10 адамның ішінде бар. Демек, біз бұл жерде Айару мен Айнұрды бірге орналастырып қойдық. Ал 8 адамды қалай орналастырамыз? 8 адамды 8 факториал қылып, орындарын алмастырып бір қатарға орналастырамыз. Және Айару мен Айнұрды 18 комбинация арқылы орналастыруға болады. Так, енді осы жерде 8-ге дейінгі натурал сандардың көбейтіндісін есептейік. 4, 5, 6, 7, 8. Көбейту 18 деп қойық. 760 дейді, Вот бұл біздің есебіміздің жауабы болады. Демек, Айару мен Айнұр 10 адамның ішінде қатар тұратындай комбинациялар саны 725.760 екен. Екінші есеп. Топтан 4 оқушыны неше тәсілмен таңдап алуға болады? Егер таңдап алынатын топтың ішінде Айару мен Айнұр болулары қажет болса дейді. То есть біз бұл жерде Айару мен Айнұрды таңдау керекпіз. Демек, 10 оқушының ішінде екеуі кетіп қалды, екеуі таңдалып тұр. Демек, екеуін таңдап алдық. 8 оқушы қалды, дұрыс па? Демек, біз дәл қазір 8 оқушының ішінен 4 оқушыны таңдап алу керекпіз. Бірақ 4 оқушының екеуі Айнұр мен Айару. Демек, қалған 2 оқушы любой бір оқушы болады. Түсінікті ме? Біз бұл жерде Айару мен Айнұрды вообще қыстырмау керекпіз ғой. Олар міндетті түрде болу керек бұл жерде. Демек, оларды біз есептемейміз. Яғни 8 оқушының ішінен мен 2 оқушыны былай таңдап аламын. 8 адам бар.
8 адамның ішінде біреуі мында барады, иә, екіншісі мында барады. Енді қараңдаршы, біз логикалық әдіспен шығарайық. Логикалық әдіспен 8 адамның ішінен бірінші орынға бірінші болып нешеуін таңдай аламын? То есть бірінші болып мен біріншісін таңдай аламын, иә, немесе екінші тұрған адамды таңдай аламын, немесе үшінші, және тағы солай секілді, немесе 8-ші адамды таңдай аламын. То есть 8 адамның ішінен мен любой адамды таңдап ала аламын. Менде 8 түрлі комбинация бар. Оны таңдап алдым, бір адамды, кетіп қалды. Ол Айару мен Айнұрдың жанында тұр. Енді қалған 7 адамның ішінен екінші болып неше адамды таңдай аламын? То есть бір адамды таңдаудың неше комбинациясы бар? Я, ол бірінші адам болады, иә, немесе екінші адам, немесе үшінші адам, тағы солай секілді, немесе жетінші адам болады. Демек, екінші орынға бір адамды 7 адамның ішінен бір адамды таңдап алу комбинациялар саны 7 болады. Енді бұл жерде біз не істейміз? Бұл жерде біз 8 адамды таңдап отырмыз. Одан кейін 7 адамды таңдап алдық. Таңдап алдық. Но қайталану мүмкін бе? Яғни біз бұларды таңдап алып жатырмыз. Яғни мен бірінші адамды таңдаймын, және екінші адамды таңдаймын, яғни көбейтемін. Демек 56 болады. Болды, жауабы осы сан болады, 56 деп жазып қоямыз. Яғни жауап осындай. Егер екінші таза жолмен шығару керек болса, онда қалай жасаймыз? Бұл жерде біз адамдарды таңдап алып жатырмыз, иә? Оларды таңдап, осындай жерге орналастырады екенбіз. Орналастыру формуласын қолданамыз. А 8-ден 2, демек 8-дің факториалы бөлінген 8 азайту 2-нің факториалы. Сонда 8-дің факториалын біз 6-ның факториалы көбейту 7 көбейту 8 деп жаза аламыз. Оны 6-ның факториалына бөлеміз. Сонда 6-ның факториалдары қысқарып, 7 көбейту 8 қалады. Демек, 56 әдіс бар екен. Үшінші есеп. Топтан 4 оқушыны неше тәсілмен таңдап алуға болады, егер таңдап алынатын топтың ішінде Айару мен Айнұрдың болмаулары қажет болса дейді. Жақсы, Айару мен Айнұр жоқ. Демек, біз бұл жерде қалған оқушылардың санын қарайық. Қалған оқушылар саны 8. Ал кез келген 4 оқушыны таңдап ала аламыз. Демек, 8 оқушының ішінен 4-еуін таңдап алу керекпіз, иә? Таңдап алу керекпіз. Мына жерде біз оларды тоже таңдап алдық. Но мен бірдемені ескермей қалған секілдімін. Мұнда. Топтан 4 оқушыны неше тәсілмен таңдап алуға болады? А, Б десек, Б, А десек. Екеуі бір жағдай бола ма? Екеуі бір жағдай болады, иә? То есть, бұл жерде мен мына затты ескермедім. Яғни, мен А деген адамды бірінші таңдап, Б деген адамды екінші таңдасам, ол бір жағдай. Но екінші жағдайда мен Б деген адамды бірінші таңдап, А деген адамды екінші таңдап алсам, 4 оқушым өзгерді ма? 4 оқушым өзгермеді ғой. Тура сол оқушылар болып тұр. Яғни Айару, Айнұр, А, Б. Екінші жағдайда Айару, Айнұр, Б, А. Демек, біз бұл жерде алынатын комбинациялар санымыз 2 есе аз деп айтамыз. Демек, 2-ке бөлеміз. Сонда біз бұл жерде орналастыру емес, теру формуласын қолданамыз. Теріп алады екенбіз оқушыларды. Теріп алатын болсақ, демек, 2-нің факториалына еще бөлеміз. 2-нің факториалы дегеніміз ол жай ғана 2 ғой. 2-ке бөлсек 28 болады. 56 емес, демек 28 екен. Мынау өте маңызды, көріп отырмыз. Осыдан біз жаңылыстық. Топтан 4 оқушыны неше тәсілмен таңдап алуға болады, егер таңдап алынатын топтың ішінде Айнұр мен Айару болмаулары қажет болса дейді. Тура солай теріп аламыз. Бұл жолы біз Айару мен Айнұрды алып тастағандағы оқушылардың санын есептеп алдық. Олардың саны 8. Соның ішінде любой 4-еуін таңдап аламыз. Сонда 4-тің факториалы бөлу, 4-тің факториалы жақшаның ішінде 8 азайту 4-тің факториалы болады. Мына жерде 8 ғой, мен не жазып өттім? 8-дің факториалы. 8-дің факториалын біз былай жаза аламыз. 4-тің факториалы көбейту 5, 6, 7, 8. Бөлімінде 4-тің факториалы. Мына жерден тоже 4-тің факториалы шығады. Оны 2 көбейту 3 көбейту 4 деп жазып алуға болады. 2 мен 3 6 мен қысқарады, 8 4 пен қысқарады, 2 болады. 5-ті 2-ге көбейтеміз 10, 7-ге көбейтеміз 70. Демек, Айару мен Айнұр болмайтындай 4 оқушыны таңдап алатын комбинациялар саны 70 деген сөз. 4-ші есеп. Топтан 4 оқушыны неше тәсілмен таңдап алуға болады, егер
таңдап алынатын топтың ішінде Айару мен Айнұрдың кем дегенде екеуінің біреуі болулары қажет болса дейді. Бірінші жағдай. Бұл топта Айару болу мүмкін. Айару бар, Айнұр жоқ. Айнұр жоқ. Екінші жағдай. Айнұр бар, және Айару жоқ. Айару жоқ. Үшінші жағдай. Екеуі де бар. А вот төртінші жағдайды қарастырайықшы. Төртінші жағдайда не болады? Екеуі де болмайды, екеуі де жоқ деп айтамыз, иә? Бізге осындай төрт түрлі оқиға пайда болады. Төрт оқиға бұл осы Айару мен Айнұрға байланысты барлық оқиғалар болады. Яғни бұл топта Айару бар, Айнұр жоқ болуы мүмкін. Бұл топта Айнұр бар, Айару жоқ болуы мүмкін. Екеуі де болуы мүмкін, екеуі де болмауы да мүмкін. Басқа ситуация болмайды. Бізге осы төрт оқиғаның ішінде үшеуі сәйкес келеді. Яғни Айару мен Айнұрдың кем дегенде біреуі болу керек болса, кем дегенде. Яғни не біреуі болады, не Айару болады, немесе Айнұр болады, немесе екеуі де болады. Кем дегенде, яғни орысша айтқанда как минимум. Как минимум деген сөз ғой. То есть төртінші жағдай бізге сәйкес келмейді. Бұл жерде біз былай істейікші. Біз жалпы комбинациялар санын есептейік. Жалпы 10 адамның ішінен 4 адамды неше тәсілмен таңдап алуға болады? Содан біз азайтайық. Нені? Мына төртінші жағдайда азайтайық. Төртінші жағдайда бізде екеуі де жоқ дейді. Екеуі де болмаса, сонда Айару мен Айнұр жоқ. Демек, бұл топта уже 8 адам ғой, дұрыс па? 8 адам. 8 адамның ішінен біз нешеуін таңдап аламыз? 4-еуін таңдап аламыз. Дұрыс қой. Біз дәл қазір жалпы 10 адамның ішінен 4-еуін таңдап алу комбинациялар санынан Айару мен Айнұр жоқ. Онда топта 8 адам. 8 адамның ішінен 4-еуін таңдап алатын комбинациялар санын есептеп жатырмыз. Яғни бұл төртінші жағдайға сәйкес келеді. Екеуі де жоқ. Бізге ол керек емес. Қалған үшеуі керек. Демек біз жалпы осы төрт комбинациялар санынан төртінші оқиғаны алып тастасақ, осы алғашқы 3 оқиға шығады. Ендеше осыны есептейік. 10-ның факториалы бөлу 4-тің факториалы, мына жерде азайтсақ 6 болады. 8-дің факториалы, мынау азайту ғой. 4-тің факториалы азайтсақ 4-тің факториалы болады. Кстати, мынаны біз есептедік. Мынаны біз тоже есептедік қой. Неге қайта шығарамыз? Біріншісін есептемедік. Екіншісін есептедік. Екіншісі бізде 70 деген сан. Жақсы, мынаны есептеп тастайық. 10-ның факториалын 6-ның факториалына бөлеміз. Сонда 7 көбейту 8, 9, 10 болады. 4-тің факториалы бұл 2 көбейту 3, көбейту 4. Бірді жазғаннан, мына жерде бірді жазғаннан пайда жоқ қой. Оны жазып керек емес. Ендеше 2 мен 4-ті көбейтсек, бұл 8 бен қысқарады. 9 бен 3-ті бөлсек 3 болады. 7 жердегі 3-ім 21, 210, одан 70-ті азайтсақ 140 болады. Демек, бұл жерде жалпы комбинациялар саны 140 болады. Бұл есептің шартын қанағаттандырады. Соңғы 5-ші есеп. Таңдап алынған 4 оқушының құрамында Айару мен Айнұрдың болуының ықтималдығын табу керек. Алдыңғы контекстті көрген оқушылар бар болса, олар ықтималдықтың формуласымен танысты. Ықтималдықтың формуласы бізде m бөлу n, яғни керекті жағдайлар санын жалпы жағдайлар санына бөлу керекпіз. Ал енді былай істейік. Керекті жағдайлар санын есептейік. Керекті жағдайлар саны қандай болады? Керекті жағдайлардың құрамында Айару мен Айнұр болады, Сонда таңдап алынған 4 оқушының құрамында Айару мен Айнұрдың болуының ықтималдығы. Айару мен Айнұр болуы керек. Демек, оларды уже таңдап отырмыз, Демек, 10 адамның ішінде 2 кетіп қалды. Демек, қалған 8 адамның ішінен 4-еуін таңдап алу керекпіз. Бұны біз уже 1000 рет есептедік қой. Бұл 70 деген сан ғой. 70. Енді n деп жазып қойық. n бұл жалпы комбинациялар саны c 10-нан 4 болады. Жалпы 10 адамның ішінен 4 адамды неше тәсілмен? 210 болып тұрма? 210 тәсілмен таңдап аламыз бей? Деп отырмын да? Күте тұрыңдар. Мына жерге оралайық. Біз Айару мен Айнұрды уже таңдап отырмыз. 10 адамның ішінен 2 кетті. 8 адам қалды. Таңдап алатын 4 оқушының құрамында Айару мен Айнұр кіріп қойды ғой. 4 емес,
екі оқушыны, тағы екі оқушыны қосып алу керекпіз. Демек, С 8-ден 2 болады. С 8-ден 2 бірінші есепте есептелінген, мына жерде есептелінген, бұл 28 болды. Демек, 28-ді 210-ға бөлу керекпіз. 210-нан 28 деп жазып алайық, мынаны 7-ге қысқартуға болады. Алымы 4 болады, бөлімі қанша? 30 ба? 30 болады. Тағы 2-ге қысқартсақ, 15-тен 2. Демек, жауабы 15-тен 2 болады. Есеп жауабы осындай. Сонымен жігіттер, қыздар, біз контекст марафонымыздың кезекті бөлімін аяқтадық. Егер видео пайдалы болса, менің әлеуметтік желілеріме тіркелуді ұмытпайық. Келесі бөлімде жүздескенше сау бол.